Достар, мен сіздерге өзімнің историямды айтып жатырмын. Кімнің егерде емделгісі келсе, қазір барлық мүмкіншіліктер бар. Мен естідім, жаңа ауырып отырған қыздың оның емделгенін естіп, мына ревматоидный артриттан. Менде соның результат болған адамдыкін ішіп, менде де результат болды. Мінекей соны ішкеннен кейін мінекей қазір осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Бұл жерде табыс табу өте оңай. Егерде кімде-кім жаңа ақша табам, табыс табам десеңіздер, бұл жерде денсаулық та бар, табыс та бар. Енді сіздердің өмірлеріңізді 180 градусқа өзгертіп жіберетін бұл жерде мүмкіншіліктер бар. Бұл жерде барлығы сіздердің қолдарыңызда. Сіздер нені таңдайсыздар? Ауырдым деп отырғанды жақсы көресіздер ме? Ақша жоқ деп отырғанды жақсы көресіздер ме? Оның барлығы енді өздеріңізге байланысты. Сіздерге осындай мүмкіншіліктерді, осындай жағдайларды айтып жатырмыз. Енді мен өзімнің историямды айтып жатырмын. Егер де сіздерге қызық болса, комментарийға жазыңыздар.